Ұстаздық естен жалықпас үйретуге балаға. Армысыз құрметті көрермен. Біз бүгінгі сәтте Таймет Көмекбаев атындағы номер 2-ші мектеп лицейінің ардагер ұстазы Райкүл апайымызбен сұхбаттасатын боламыз. Қазіргі сәтте өзіңіздің туып өскен ортаңыз, ата-анаңыз, оқыған мектебіңіз, оқу орныңыз туралы әңгімелесеңіз деп едім. Бәрекелді. Мына қоғамда 40 жыл ұстаздық еңбек еттім. Сол еңбек жолымда кейінгі шәкірттердің іздеп келіп, менімен сұхбаттасқандарына мұндағы ризамын. Абай атамыз айтады ғой, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дейді. Сол сияқты мен өзім 1957 жылы 10 қаңтарда осы күнгі Тұрмағанбет ауылында дүниеге келгенмін. Сол Тұрмағанбет ауылы, ол біз оқып жүрген кезде Ворошилов атындағы мектеп болатын тұғын. Сол мектепте 1-ші классынан 10-ші классқа дейін білім алдым. Ал мен енді ата-анама келетін болсам, менің әкем, мен ата-анамды өте мақтан тұтамын. Әрдайым зор сүйіспеншілікпен, ыстық ықыласпен есім алып жүремін. Менің әкем Мүсіркеген Қоңырбай бүкіл мына ауданға, облысқа, республикаға белгілі ұстаз болды. Сол кезде ауданда 4 қана қазақ СССР-іне еңбек сіңген мұғалім деген атақ алған кісі болса, соның біреуі менің әкем Мүсіркеген Қоңырбай. Сол Мүсіркеген Қоңырбай әкем сол 29-ші мектепте мектеп директоры болып жұмыс істеді. Сол кезде мен сол мектепте оқып білім алдым. Енді білім алғаннан кейін мен Қызылорда қаласындағы, ол кезде Гоголь атындағы педагогика институты, соның филология факультетіне оқуға түсіп, 1980 жылы бітірдім. Бітіргеннен кейін еңбек жолымды аудандағы ең іргелі қара шаңырақ деп аталып кеткен 26 Шоқан Уәлиханов атындағы номер 26-ші мектепте еңбек жолымды бастадым. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі ұстадым. Кейінгі жылдары енді ауданның заман талабына сәйкес 1996 жылы аудан орталығында Сүлеймен Исқаев атындағы номер 27-ші дарынды балалар мектебі ашылып, соған мені конкурспен еңбек етуге шақырды. Сол мектепте ұстаздық жолымды әрмен қатар жалғастырдым. Одан кейін 2010 жылы осы күнгі Таймет Көмекбаев атындағы 250-ші мектепте дарынды балаларға арналған сыныптар ашылған кезде сонда еңбек жолымды жалғастырып, 2015 жылы зейнет жасына жетіп, зейнетке шықтым. Жақсы. Мамандық адамның қабілетіне, бейімділігіне байланысты ма? Әрине, ең бірінші адамның бейімділігіне байланысты. Қабілет те керек. Мамандықты өзі сүйіп таңдау керек. Әр адам өзі сүйіп таңдау керек. Сосын мамандықтың бір нәрсесі, ол адам өскен ортасына да байланысты. Мысалға менің өскен ортам, әкем мұғалім, атақты мұғалім. Үйіміз толған кітап, байлық, қазына. Соны оқығаннан кейін менің сабақ берген ұстаздарымның өзі, 29-ші мектепте берген ұстаздарымның өзі керемет кәдімгі білімді өзінің нәрімен, сөйлемен жеткізе білген ұстаздар болды. Соның бәрі маған әсер еткен болу керек. Мен ол бастап бірден осы мұғалімдік мамандықты таңдадым. Мұғалімдік мамандықты сол еңбек еткен 40 жыл жолында өте сүйіп еңбек еттім. Алғашқы ұстаздық еткен жылдарыңыз қиын болды ма? Әрине, енді ғана институттар келген кездері әлі еңбек жолы мұғалімдік, ол нағыз немен ізденумен, адам ізденумен, оқумен, мына замандағы болып жатқан әртүрлі реформаларды түсінумен, сезінумен ғана іске асады. Жаңа бітіріп келген маман кезінде әрине қиындықтар болды, бірақ адам өзің сол мамандыққа бейімделсе, соның жолына түсем десе, бойыңда қабілет болса, соны дамытып, әрмен қатар ізденіп, жылдар өткен сайын тәжірибе арқылы орындала береді. Соның арқасында өзінің мұғалімдік мамандыққа деген әлі күнге дейін шын жүрегімен ұстаз ұлы есім дейді ғой, әлі күнге дейін шын жүрегімен ұстаздық мамандықты таңдағанымды өзіме абырой санаймын. Жақсы. Бұрынғы оқушылар мен қазіргі оқушылардың айырмашылығы қандай? Менің ойымша, өз ойымша,
айырмашылық жоқ сияқты. Олай дейтін себебім барлығының да бір мақсаты білім алу. Білім алу, ұмтылу. Тек заман, қоғам өзгергеннен кейін қоғамның талабына қарата, заманның талабына қарата білім алу жолдары кеңейе түседі. Мен бұрынғы кездегі оқушылармен қазіргі кездегі оқушылардың арасында тек қана бүгінгі оқушыларда мынау интернет, әлеуметтік желі, былай техниканың дамыған қаштаған кезі, ал бұрынғы кезде бұлар мен айтам, ол кездегі балалар кітапты көп оқитын болды. Кітап деген Абай жолын оқымаған, мектеп бітірген бала ішінде Абай жолын оқымаған бала қалмайтын тұғын. Ал қазір енді көп талап етумен оқитын балалар бар, бірақ көбінесе сол әлеуметтік желіге қарата бейімделіп кетеді. Оның да бір жақсы жағы, жаман жағы бар деп ойлаймын. Сіз дамуына үлес қосқан оқушылар қандай биік шыңнан көрінді? Өзінің тұлғалық қасиетін көрсетті. Өте. Мен өзім ұстаздық еткен жолымда мақтан ететін шәкірттерім көп. Солармен мен өсіп, солармен өркендеп, солардың арқасында мен өзіме ұстаздық еңбегімде көп абырой жинадым. Сол үшін мен есімнен кетпейтін оқушыларымның бірі Көзбаев Тұрар деген оқушы. 27-ші дарынды балалар мектебінде жұмыс істеп жүрген кезінде сол бала 2 рет республикалық шығармалар байқауына қатысып, бірінші орын алып, сол бірінші орын алуымен конкурстан тыс олимпиадаларға қатысып, республикалық олимпиадаларда 3-ші орын алды. Сол кезде сол заманның талабына сәйкес республикалық оқудан олимпиададан орын алған балаларды институтқа ұбт тапсырмай-ақ тегін қабылдайтын тұғын. Сондай тегін оқуға түсіп, грантты жеңіп алды олимпиада арқасында. Одан кейін мына Сырым өсігінгі айтыскер ақын Сырым Әділбеков деген бала болды. Осы 200-ші мектепте. Мен сол баланы мен республикалық 2-ші Атырау қаласында өткен Махамбет Өтемісовтың оқуларын алып бардым. Сол оқуға алып барғанда жаңа баланың ақындық номинациясы бойынша алып бардым. 2-ші орын алды. Ол да қазір айтыскер мамандығы бойынша оқуын бітіріп, қазір республикада үлкен республикалық дәрежедегі айтыстарға қатысып жүр. Жақында ғана сол Сырымның мектеп бітіргеніне енді 5-6-7 жыл болды ғой. Сонда да ауданда рухани жаңғыру бағдарламасына сәйкес, жастар жылына сәйкес, сол Сырымның жеке шығармашылық кеші өтті біздің аудандық мәдениет үйінде. Сол жеке шығармашылық кешіне мені арнайы шақырып, атымды атап, залда мені орнынан тұрғызып, ұстазым деп, ұстазыма бас иемін деп, жұрттың қол шапалағын ықыласын алғанда, менің төбем көкке біріншілік алғандай болды. Ондай оқушылар көп, енді айта берсем, Мұқағали Мақатаевтың оқуына, республикалық оқуға өзімнің шәкіртімді алып бардым, Сайып Ержан деген. Туын Мақатаевтың музейін көріп, Нарынқолдағы туып өскен, оқыған жерін көріп, ол да бір марқаятын сәт болды. Иә, дұрыс. Қызығы мен қиыншылығы бірге жүретін осы жұмыс уақытында басыңыздан өткізген қызықты оқиғаңызды айтып өтіңізші. Енді қызықты оқиғалар дегенде мектепте ұстаздық еткен адамның шын ұстаздықты қалаған мұғалімнің әрбір сәті қызықты. Классқа мына 45 минут, біз 40 кезінде 45 минуттық сабақ өттік қой. 45 минуттық сабаққа кірген кезде баланың алдыңнан кәдімгі жыры жарқырап шыққан баланы көрген кезде, ол балдармен жұмыс істеген кезде сабақ түсіндіріп, одан сол баланың көзінен ұшқын көрген кезде саған бір өмірлік бір үлкен бір әсер болады. Қызықты сәттер көп, енді балалардың шығармашылығын арттыру мақсатында да болады. Менің есімде қалғаны бір күні 5-ші сыныпта оқитын шәкірттеріме мынадай әңгіме айтып бердім. Ананың қолының күшінен артық ыстық нәрсе жоқ. Мысалға мен балам ауырса, баланың ауырған жерін өзінің алақанымен сипаласам, ол балам жазылып кетеді. Дәрі де керек жоқ, дәрігер де керек жоқ. Содан әсерленген болу керек. Жаңа оқушым, Әжмағамбет Индираде оқушым әңгіме жазып кетті, ананың күші деген. Сол өзіміздің аудандық газетке жарияланып, мен содан бір қуат алып, ләззат алдым. Бір кішкентай айтқан әңгімемді ана оқушы әрмен қарата дамытып, керемет бір
өзіне әсерлі жеткізген уақытта мен керемет шабыттандым. Бұрынғы сәтте қазақ мектептерінің саны азайып, өзінің тілін, өзінің мақсатын ұмытқан адамдар көбейген сәтте қандай көңіл күйде болдыңыз? Өзіңіздің тарапыңыздан не істедіңіз? Енді қазақ тілі мемлекеттік тіл ғой. Енді бізде қалалы жерде тұрып еңбек еткен жоқпын. Енді кент орталығы, ауылдық жер, бізде қазақ мектептері бар ғой. Барлық ауылда, барлық жерде қазақ мектебі болды. Бірақ қалалы жерлерде қазақ мектептері азайған кезде, қазірде де қоғамда көтеріліп жатқан нәрсе ғой. Қазіргі тәуелсіздік алғаннан кейін қазақ мектептерінің саны көбейді, оған шүкір. Енді қазір бір үлкен мәртебеге ие болып қуанатын дәрежеге жетіп отырмыз ғой. Мен мысал үшін бір ғана мысал келтірейін. Мен 2000 жылы, жоқ, 87 жылы, ең бірінші рет, 1987 жылы, ең бірінші рет Қазақстан Республикасы мұғалімдерінің 6 съезіне делегат болып қатыстым. Ал мен ол 3-ші съезіне, осы Қазақстан 3-ші съезіне менің әкем делегат болып қатысқан екен. Мен сонда 6 съезге қатысып отырмын. Енді 30 жылдай арада уақыт өткен шығар. Сол үлкен мақтаныш мағанда. Енді сонда мен сол съезге барғанда, Алматы қаласына барғанымда барлық жер орысша тұғын. Гостиницаға барасың, кілтіңді сұрап аласың, ана жиналыстың бәрі орысша. Енді кеше 2000 жылы мен Қазақстан мұғалімдерінің 2 съезіне делегат болып қатыстым. Сонда барғанымда, осы екі аралықта, 87 мен 2000 аралығында үлкен өзгерісті байқадым. Мына Алматы қаласы барғанда қазақша сөйлеу, өзіңде бір еркіндік пайда болып, өзіңнің ана тіліңде сөйлеп, ана тіліңде тіл қату деген үлкен мәртебе болғандығы маған бір өзіме бір ой түйді. Иә, жақсы. Осы жолдап өткен өмірде нені түйдіңіз? Жолдап өткен өмірде түйгенім, бірінші түйгенім мамандығымды дұрыс таңдағаным. Осы мамандық арқылы мен талай шәкірттер тәрбиелегенім. Сол шәкірттерім әр жерден көрініп, үлкен қызметте бар. Кәдімгі бір үлкен шараларда кездесіп қалғанда апай деп жүгіріп келіп, сіз мынаны айтып едіңіз бізге, біз осы өлеңді жаттап едік, мынадай бізге тәрбиелік мәні бар әңгіме айтып едіңіз, сіздің арқаңызда осындай дәрежеге жеттім, сізді мұғалімді ұмытпаймын, сіздің әрбір айтқан сөзіңіз менің балаларыма тәрбиелеуге жетіп жатыр деген кезде мен үлкен соны өзіме бір биік мәртебе санаймын. Қоғам, адам, заман. Қазіргі осылар өмірдің талабы. Сіз осы туралы қандай ойдасыз? Енді қоғам өзгереді. Қоғам өзгереді. Бір кездері өзім әдебиеттен сабақ беріп тұрған уақытта Жамбыл Жабаевты өткен кезімде білесіңдер ғой, 100 жасаған алып ақын. Сол өткен кезде Жамбыл Жабаевтың өмірбаянын айтқан кезде былай деп айтатынбыз Жамбылдың өмірбаянын. Мен екі қоғамды көрдім. Біреуі кәдімгі 75 жасқа келген ғой, 70. Шқал болып бүгілген қоғам, одан кейін совет үкіметі орнағаннан кейін мен жасарып 25 жастағы жігіттей болдым дейді ғой. Сол сияқты осы кезде бір әзіл есебінде де көргеннен кейін де айтамыз, біз де екі қоғамды көріп отырмыз ғой. Кеше кеңес үкіметі кезіндегі қоғам, қазір тәуелсіздік алғаннан кейінгі қоғам. Енді қоғамға байланысты қазіргі өзгеріс еркіндік қой енді. Қанша дегенмен өзімнің жерімде, тәуелсіз елімде жүрмін дейсіңдер. Сосын барлығы қазір ашық нәрсені бәрін көре бересің, ести бересің. Соның бірақ бәрін кітап оқу арқылы жетіле беру керек қой адам. Кітап оқи беру керек. Екі қоғамға да мен ойлайтыным, кітап оқыған адам озат. Мысалы үшінге кітап бір Дидроның сөзі бар тұғын, Гректің ойшылы. Кітап оқудан тыйылған адам ой ойлаудан да тыйылады дейді. Сондықтан мына қоғамда өзгеріс болып жатсын, бірақ кітап оқудан адам өзгермеу керек. Қазіргі білім нәрімен сусындап жатқан оқушыларға қандай тілегіңіз бар? Өзіңіздің қандай ақылыңызды айтасыз? Қазір тілек тек қана мектепте жақсы тәлім тәрбие алсын. Әл-Фараби атамыздың биыл 1150 жылдығы тойланайын деп жатыр ғой. Әл-Фараби деген бүкіл ғылымды меңгерген,
қаншама тіл білген ғұлама ғалым, сол кісі айтады, мына білім тәрбиемен алдымен тәрбие берілу керек, одан кейін білім берілу керек дейді. Осы білімді болсын деймін. Өйткені 21 ғасырдың ұрпақтары білімді болу керек, техниканы, озық технологияны пайдалану керек. Сондықтан ата-анасына мейірімді, білімді, әдепті, тәрбиелі болғандығын қалаймын. Сондай болсын оқушылар, өздерің де сондай дәреже жетіңдер. Оқи. Осы ағаңның өте жақсы күні келіп отырсыңдар. Оны дей алмаймын. Бала болды. Мен 6 жаста алғаш өлем Қазақстан пионеріне шыққан. Енді мен саған бірден айтайын. Смартфон пайдаланба. Смартфон адамның ойын шектейді. Сен өзің ойланбайсың. Тек бір нәрсе керек болса, интернеттен көргің келіп тұрады. Ал соны ізденіп, ана кітапты, мына кітапты оқымайсың да. Сондықтан ғаламтордан гөрі сенің жасыңда смартфонды анау 30-ға, 40-ға, 50-ге барғанда пайдалану керек. Өйткені олардың уже уақыты да болмайды, қызмет табысында жүреді. Сондықтан олар кейбір нәрселерді интернеттен, ғаламтордан бірден ала салады. Сен кітапты оқысаң, кітап былайша айтқанда адамның анасы ғой. Сондай сияқты. Мен Моңғолдың ақындарына, Моңғолияда қазақтарға айтқан, мен 10 жасап жүргенде жалғыз журналына алманағына өлеңдерім шыққан. Менімен бірге Кәкей Жәнжүрұлы деген 45-ші жылы ол кезде мұғалім Моңғолияда жұмыс істейтін үлкен кісі ғой, бізден 11 жасым. Кейін самолет апатынан қайтыс болған. Сол менімен бірге журналға шықты. Соның 10 шақты өлеңі бар. Соның ішінде ана деген өлең есімде қалды. Ана деген. Бұлай қарап отырсаң оқуға да жеңіл. Кішкентай ғана ойды айтады, бірақ балаларды сияқты. Тұлпарының тұяғында ай таға, ұлым менің бұл сапардан қайтама. Құмалақшы жасады бір жорамал, жас батырың аман есен оралар. Ұлы бірақ сол сапардан қайтпады, құмалақта не болғанын айтпады. Ит үмітай артық қысқа алды жүн, көз жұмдана ойлап жатып жалғызын. Жол шетіне қойыңдаршы мүрдесін, ұлы қайтса көрмей қалып жүрмесін. Ақылсыз ем, анамдай құн көрмеген, аузым жарып ақ көкірегін еңдеген. Арман дедім, әлсіз едім, жас едім, етек тартып әк артынан ермеген. Ақ бауырсаққа алақаным бір толмай, қайда барсам босағаны бермебем. Жоғалар мән не бар саған шық үйден, маған еді айналайын келменен. Ақ күнімде, пәк күнімде жақсылық, адам түгіл Құдайдан да көрмебем. Қайғы қасірет жүрегімді кернеген, мезгілімде қолымды кеш сермеген. Дауыс шықты, білмеуші едім иесін, құтқарамын сорлы қолың бер деген. Бердім, көрдім, қайда жетім өзіңдей, жетілікті билігінде төр деген. Енді сорлы ол дауысқа ермеген, енді соқыр оның туын көрмеген. Құтқарушы қолын сұрап сорлының, кетсе дөзі кетпес күні кеудеден. Осы өлең жылдары жүрегімде бір жазылып қалған деп отыр. Рахмет. Ендігі құрметті көрермен, назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыз. Қош сау болыңыз.